Шарм-эль-Шейх қаласының түнгі өмірі туралы видео. Соңына дейін қараңыздар, қызық болады. Здравствуйте, добрый вечер. Приходите к нам вообще в Шарм-эль-Шейх. Египет елінің осы Шарм-эль-Шейх қаласына әлемнің түпкір-түпкірінен неше түрлі туристер келетіні белгілі. Мұсылман елі болса да түнгі клубтар жетерлік. Бәрі әрине туристер үшін. Тіпті казиноға дейін бар. Бірақ бұл казиноларға египеттік адамдар кіргізбейді. Паспортпен қатты қадағалап кіргізеді екен. Ал түнгі клубтарға кіргізе береді. Түнгі клубтар туралы соңнағырда айтамын. Жалпы түнгі Шарм қаласында не істеуге болады? Мен оны үшке бөлдім. Біріншісі базар аралауға болады. Екіншісі кафе, ресторандарға баруға болады. Үшіншісі түнгі клубтар мен казинолар. Кеш түссе қызу сауда басталатын жерлер ол базар. Базарлар көбіне туристер көп шоғырлаған жерлерде орналасқан. Керегінің бәрін осы базардан тауға болады. Территориясынан шығып, базарға қарай бара жатырмыз. Балалардың барлығын комнатаға тастадық, телефондарын бердік и кетіп бара жатырмыз жай. Қазір отельден шыққаннан кейін 15 минуттай жерде бір базар бар екен, сол жерден ценаларын қарап, кетер кезде алып кететін заттардың ценасын қарап, разведка жасап қайтамыз. Машиналар өте көп сигнал береді, таксилар өте көп екен. Сигнал береді, такси дейді. Міне, сигнал береді. Олар көшедегі таксилар өте қымбат. Шарм-эль-Шейхта ең жақсысы индрайвер. Манго $3, $4. Кесіп беріп жатыр. Дәмін көріп жатыр. Дәмін көріп жатыр. Красный, да? Бірақ алайын деп жатырған жоқпыз. Қараңыздар. Мынандай балдырлар сатылады. Бояп қойған ба, немесе өздері цвет сондай ма? Мынандай түрі бар еш. Кафе-ресторанның сан алуан түрі бар. Қалтаңызға қарай неше түрлісін таңдауға болады. Шарм қаласында балықшылар көп болғандықтан, осы балық, теңіз жәндіктері тематикасындағы кафе-ресторандарды көптеп табуға болады. Жалпы кафе-ресторандардың алдында 2-3 шақырушы адамдар болады. Вы откуда? Қазақстан. Откуда? Алматы, Астана? Орал. Урал, давай. Здравствуйте, добрый вечер. Приходите к нам вообще в Шарм-эль-Шейх. У нас самое лучшее кафе, Тито кафе. Приходите, у нас мистер начальник Ахмед. Хорошего вам вечера. Ой, здравствуйте. Приходите к нам. У нас есть хороший еще. Юсуф? Да. Ой, извини. Что там? Работа. Так, давайте вы с нами тоже. У нас есть хороший день живота, и танура, и это всего. Приходите к нам. Конечно, потому что вы мусульманские, хорошие, самые хорошие, на вас сделаю скидка. Один кальян за $2. Такого вообще нету. Мында кілем Мұхаммед, Ахмед, сондай аттар. Кейбіреулерінде осындай Юсуф дегенде атта кездеседі екен. Кафеге шақырып жатыр. Кальян $2 дейді. Мына жақта местныйлар, Шарм-эль-Шейхтің местныйлары футбол қарап отыр да. Үлкен экраннан барлығы Португалия мен
Чехияның арасындағы матчты қарап отыр. Мен артында примерно бір 50 адамдай отыр. Солар барлығы күшетіп футбол қарап отыр. Мына жақта базар қайнап отыр. Мен қасымда бір ата семечке шағып отыр. Жерге лақтырып отыр. Мына жердің бәрін шашып отыр да. Қасына келіп, білдіртпей осылай видео түсіріп отырмын. Себебі ол кісі қазақша түсінбейді ғой. Міне менің сол жағымда отырған кісі семечке шағып отыр. Сіздерге көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма? Асты барлығы лас-лас қой. Қалай ол деген? Бізде Қазақстанда біреу осылай семечке шағып отырса, жап-жақ жерде бәріне көрсетті. Милициялар келетті, штрафын салып, келесте семечке шақпайтындай қылып тастайды ғой, иә. А бұл елде ешқандай полициялар жоқ екен. Осындай кафелерде Шарм-эль-Шейхтің жергілікті халықтармен туристер араласып, осылай отырып, кешкі тамақ ішеді. Кейбіреулері все включено емес, басқалай турлар алу мүмкін ғой, мысалы үшін. Завтрак включен дегендерді алу мүмкін, букингпен келу мүмкін. Білмеймін, басқалай жолдармен де келу мүмкін ғой. Сондай туристер осындай жергілікті кешкі ас ішеді, теңізге барып шомылады, бір-екі күнде қайтып сөйтіп жүреді. Мынандай кісілер көп. Просто мән бермей, жайлап осылай аралап жүру керек, қарап жүру керек. Уалейкум ассалам. Жүріп келе жатырмын. Көбінің шашы бәрі сонда. Ассаламу алейкум. Egypt, marhaba, welcome. English. Oh, no English? Окей. Осындай қошақандар көп. Көп қарайсың, барлығының бастары бұйра. Мына жақта бір-екі отыр, бәрі бұйра. Бізде Қазақстанда ондайларды қошақандар дейді ғой. Қошақан бастары үшін. Кейбіреулердің бастары түзу болса, значит, мынау деген майлап, өтектеп түзеп қойған. Шарм қаласында немен қозғаламыз? Ең арзан қозғалыс түрі ол қоғамдық көліктер, аты серф. Мына жергілікті Шарм-эль-Шейхтің адамдары осындай автобустарға мініп, осылай Шарм-эль-Шейхтің баратын жерлеріне осылай жүреді екен. Бізде автобустар үлкен болса, мына жақта осындай пазик сияқты автобустар жүреді екен. Қазір жергілікті адамдардан сұрап көреміз. Ескі қалаға, центр қалаға қалай баруға болады, соның бәрін сұрап көреміз қазір. Егер ағылшынша білсе әрине. Бір-екі адамға жақындап көрдім, бірақ олар арабша сөйлеп дым түсінбей тұр. 10 фунт, египетский фунт тұрады автобус, мына бауыр ағылшынша біледі екен, айтып жатыр. 10 египет фунты тұрады. Мына жерден Old City, яғни ескі қалаға дейін. Оны теңгеге айналдыратын болсаңыздар, қасына 0 қосасыз, сонда 100 теңгемен дәл осы жерден ескі қалаға, қақ ортасына, Шарм-эль-Шейх қаласының қақ орталығына баруға болады. Өте әдемі сана. Мына жерде автобус келіп тоқтады. Барлық адамдар сол жерге барып отырып жатыр. Басында айтқандағыдай, мұсылман ел болса да, казино мен түнгі клубтарға рұқсат берілген. Дегенмен кейбір шектеулері бар. Мысалы, казиноларға Египет елінің азаматтары кіре алмайды, мүлдем кіргізбейді. Егер кірсе, штраф салынады, қайта ұстала берсе, түрмеге дейін қамауы мүмкін. Сондай жағдайлар болған екен. Египет елінде де азарттық ойындарға кіріп кетушілер де болған екен. Түнгі клубтар Шарм қаласында өте көп. Тіпті шөл далада да орналасқан клубтар бар. Бұл жер тек қана сәрсенбі күні жұмыс жасайды. Қаладан 20 минуттық жерде орналасқан. Адамдар таксимен немесе арнайы ұйымдастырылған трансфермен келеді. Адамдарды көптеп осы жерге келдіру үшін түрлі жұлдыздарды шақырады екен.
Көп отельдерде өздерінің түнгі клубтары немесе билейтін дискотека орындары бар. Кешкісін дискотека ұйымдастырылып тұрады. Кейбір ақшасы көп отельдер дәл сол жұлдыздарды да шақыра алады. Көбіне сондай жерлерде орыс артистері өнер көрсетеді екен. Осы Шарм қаласындағы казинолардың ішіндегі ең танымалы казино Гранд Синай. Жалпы Египет елінде барлық казино болсын, азарттық ойындар болсын, сондай жерлерге өзінің халқына кіруге қатаң тыйым салынған. Мұсылман елі болғандықтан әрине. Ал туристерге есік ашық. Көптеген туристер мыңдаған, миллиондаған ақшаларын осы казиноларда тастап кетеді. Осы видео сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Шарм қаласының түнгі өмірі шамамен осындай. Қала аралау бітті. Кешкі қаланы аралап үйге қарай келе жатырмыз. Осымен 6-шы күн видеосы тамам. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, колокольчикті басып, лайктарыңызды басып, достарыңызбен бөлісіп жүріңіздер. Келесі видеоларда кездескенше. Саяхаттаңыздар достар. Әлем біз үшін жаратылған.